істейміз? Так, бізде қазір Firebase бар. Firebase'ді ашайын қазір. Firebase, кірдік. Так, registration lesson. Так, қара, енді бізде списокта адамның аттары тұру керек, сол адамның информациялары толтырылады, соған кіргенде соның ғана информация шығу керек, қазір егер біз мына жерде егер басқа бір адам кірсе, мына бүкіл информация өзгеріп кетеді. О адамның информациясы өзгеріп кетеді. Өйткені басқа адамдікі қалады. Қалай істеуге болады? Так, кей беруге болады, кеймен кіріп шығады. Так, мен бір қазір эксперимент жасап көрейінші. Мысалы, мына жерге. Мына жерде телефон жазбаймыз ғой, біз мейл жазамыз ғой. Именно осы адамның мейлі, оның телефон мынау екенін қайдан білеміз дегенім ғой. Аудырасақ болмай ма? Ананың орнына телефон деп. Мейлдің орнына телефон жазамыз да, мынаның орнында ма? Немесе мынаның орнына мейл жазыламыз. Жәндегі Firebase. Мына жерге ма? Иә. Бұл жерде кейбір мысалы мейлдар так. Мына жерде мынадай не болмау керек, нүкте болмау керек. Нүкте жазылмайды кейға. Тек қана осылай мынадай немен тұрады да, сызықшамен ғана тұру керек. Әйтсе, ана не ғана өзгертетін шығармыз, ана телефон. Мейлді сол үшін бүйтіп жаза алмаймыз. Бірақ мейлді біз нүкте болса өзгертіп жібер деп жазуға болады. Қазір көрейік. Ол қиындатып жібереміз ба деп жатырмын бірақ оны. Does contains болса trim uppercase replace all. Мейлмен сақтап, бірақ нүктенің орнына анда сызықшамен сақтаймыз ойдым. Бола береді ондай. Бола бере ма? Нүкте болса сызықшамен сақтаймыз да, онда басында регистрацияға кіреміз. Регистрацияға кірген кезде бізде регистрацияда телефон номер барлық жазылады ғой, интернейм, мейл, паспорт, иә? Осы жерге мен ВКонтакте, Инстаграм енгізген жоқпын. Нені енгізей салайын, пока что. Телефон номерді енгізейін. Телефон демес. Сен бұл жерлерін жасап қойған шығарсың сенде? Иә, жасап қоймын. Интерфон дейміз. Text input фон дейміз да. Енді ол жерде регистрация жасаған жерде кішкене өзгертеміз. Бірінші регистрациядан бастаймыз. Барлық информациялар регистрация жасамыз ғой. Так, input lens бәрін қате шықты, басынан тексеріңіз. Мына жерде city'ді біз city жазған жоқпыз ғой біз. Мына жерде name'ді жазамыз. Одан кейін барып password емес. Так. Не өзгерттім ғой? Фон өзгермей қалыпты. Фон дейтін бар екен ғой. Текст фон салайық. Так. Intername. Name'ді. Так, регистрацияның жақсы өтсе, name'ді сақтайды. Одан кейін бар телефонды сақтайды. Фон. Қате шықты, аты жөніңіз енгізіңіз. Қате шықты. Телефон номер енгізіңіз дейміз. Мына жерге фон дейміз, иә. Бірақ мыналардың барлығы name, фон деп сақтайды да, бізге бірінші mail сақталу керек, потом қалғандар сақтайды. Так, мына жерге email-ді толтырады екенбіз.
Мына жерге мынандай тире коёт экенбиз, мынаны булай коёт экенбиз. Мына жерге email болот да. Мынаны алып тастайбыз да, мына жерге так. Create object'te булай алып коёт экенбиз. Create object деген маанысын кандай? Қазір түсіндірем. Bir объект құрастырамыз, bir класс сияқты да. Мысалы, мына жерде bir адамның несін mailмен сақтадық. Мына жерге name сақтаймыз. Дұрыс. Қазір. Так. Мына жерге так, input. Мына жерге адам атын сақтаймыз. Мына жерге телефонды сақтаймыз. Басқа не бар еді бізде? City. Паспортты real time'да сақтамаймыз ғой біз. Паспорт пен mail'ды неде сақтаймыз ғой? Басқа базада authentication'да сақтаймыз ғой. Біз мына жерде паспортты сақтамаймыз ғой, бұл жерде email паспортты. Бұл жерде тек қана мынандай информация сақтаймыз. Email паспортты authentication деген жерде сақтаймыз. Так, intercity дейміз. Қазір city бар екен бұндай. City дейміз да. Мына жерге қате шықты, басынан қайталаңыз. Ой, адушы не шығып жатыр екен ғой я. Көбейіп кетті ғой. Font city дейміз да. Мынаны алып тастай саламыз да. Егер нормально болса, navigate to string login дейміз. Бір сөз қате шықты, тік дейміз. Давай, тексеріп көрейін мен. Дұрыс шықса, мен саған түсіндіремін қазір. Бізде Вася жоқ. Вася емес, Tesla дейікші. Тест gmail.com деген бар ғой? Тест. Біздің неяқта ситіміз қайда? Сити неге шықпады? Біз загрузка оқыған шығар. Қайтадан біз көріңізші. Загрузка оқыған. Сити. Ана дейік. Неяқта Tesla gmail.com дейік. 1.4.6. Логинға кірді. Міне, көрдің ба? Tesla деп Gmail-мен кірді де, оның объект бұлай ашылды. Не осылай тік деп ашылды. Түсіндің ба? Енді мынаған, мына жерге ВКонтакте мен Инстаны салғаннан кейін, оны мына жақта қалай саласың? Мына объект деген тұр ғой, name, font, city деп тұр ғой. Осын қасына бұлай сейсің де, мынандай тағы бір ашасың да, бұлай қоясың. Мына жерге VK деп жазасың. И мына жерге ВКонтакте несін текстін қоясың. Осылай. Түсінді ма? Давай, қазір осын жасап шықсын. Мына жерді жасап шық. Ой, мына жердің бар. Мына жерде join деген, не ғой, email ғой. Emailді біз точканы, бүкіл точканы тереге ауысып шықтық. Ол түсінікті ғой. Так. Оны жарайды, emailді біз ауысып шықтық дейміз. Бірақ келесі бетте осы emailді қайдан табамыз? Қойғауды баздан табамыз. Осылай ауысып шықтық. Мынаны не үшін қойдық? Мына тере backslash'та. Backslash деген мына жерде мынаның ішіне кіргізу үшін мына пультті басып көрсең, мына жерде мынандай пульт тұрады. Мына жерде көрдің бе? Backslash болып тұр да. Мысалы City-ға кірсең, City-ның алдында мынандай не тұр. Көрініп тұр ғой саған? Мына жерде backslash, мына backslash. Осы backslash'ты қою үшін біз мынадан кейін мына екі тексті бір-біріне қостық мынамен, бұлай. Мынамен. Одан кейін ары name, font, city, туда-сюда деген қосып шықтық. Артқа қайтарып, city бөлек, name бөлек, font бөлек. Барлығын алдынан анда backslash тұрады, көрдің ба? Backslash болып тұрады. И осылай әр адамдікі бөлек-бөлек осы немен қойып шығамыз. Давай, мынандайлар бізде керек емес үшін. Мыналардың бәрін өшіріп тастау керек. Адамның өзінің mail-мен несімен тұрады. Сол кезде қайсы адам кіреді, соның ғана информация шығып тұрады деген сияқты.
Enter name, phone, city, Insta, local. Insta, hobby. Name, phone, city. Name, phone, city. Name, phone, city. Insta. Insta. Hobby. Name, phone, city, Insta, local. Осылай барлығына қойып шығарамыз. Әрқайсысына өзінің тексттерін қоямыз. Текст хобби, мұнда контактінікі, мұнда инстаныкін, мұнда ситидікін, мұнда телефондыкін. Так, юзернейм ғана 0 болса ғана тексердік, мейлді осылай жаздық. Егер де барлығы дұрыс болса, скрин логинге ауысады. Скрин логинге ауысу басынан енгізеді. Ол регистрация жасағанда. Дұрыс. Так, енді тексереміз. Регистрацияға кіреміз. Қалай болды? One 16 какой. Так, сен тексере бер. Так, бүгін не істедік? Біз регистрацияны басынан өзгерттік. Барлығын бұлай барлығын қосып шықтық. Name, phone, city, Insta, ВКонтакте, хобби. Регистрация кезінде барлығын бір жерде информация жинаймыз, е? Одан кейін блокқа кірген кезде не арқылы? Адамның мейл арқылы сақтайды. Нүктелерін барлығы мынандай тереге ауыстырады да, енді мынандай бэкслэш береді. Одан кейін create object дейді, осы адам жайлы информация барлығын сақтап алады. Мен name, phone, city, Instagram, ВКонтакте және хобби деген информацияларын сақтадым. Осылай сақтап алғаннан кейін, енді осыны, одан кейін ол барлығы қатесі дұрыс болса, логин дейтін экранға ауысып кетеді. Мен Firebase'ді бастан тазаладым да, live testпен тексеріп көреміз енді. Біз Firebase'де адам болмағаннан кейін, жаңадан адам ретінде регистрация жасаймыз. Сол адамның Вася болсын, телефон номерін жазамыз. Вася Алматыдан, Васяның инстаграмы, Васяның контактісі мынау. Вася оқыған жақсы көреді. Вася gmail.com деп
парольni жазамыз да. Так, мынақта бірінші Вася дейтін бар ма? Бар, осыны удалить етіп жіберейік. Мына өйткені мыналардың барлығы бізге керек емес. Пример ретінде жасалған мейлдар. Тексереміз мұнда. Енді submit'ті басамыз. Регистрация жасалып жатыр, күтіп тұрыңыз дейді да. Жасалып болған соң былай. Енді Firebase-ге тексереміз міне. Вася деп осыны мейлмен сақтады да, именно тек қана Васяның мейлдарын сақтады. Давай тағы бір адамдыкін сақтайық, регистрация жасап. Бізде екінші адамдыкін жасайықшы, тағы бір адамдыкін. Сонда екі адамдыкі бөлек-бөлек қалай тұратын тексеріп көреміз. Жаздық. Tesla біздің Астанадан болсын. Tesla дейтін, Tesla бөлкі дейміз. Бұныңкі Tesla'nыңкі хобби не болсын, спорт болсын. Mail бізде Tesla gmail.com болсын. Паспортын бұлай жаза саламыз, е? Submit дейміз да, басамыз. Кірді. Енді Firebase-ге кіріп тексеріп көреміз. Firebase-ге кіріп тексерген кезде, мұна бізде екі адамдікі пайда болды. Васянкін ашып көрсек, Васянкі өзінкі бөлек, мейлмен кіргенде бөлек болып тұрады. Тесланкін ашқан кезде, Тесланкі бөлек информацияға тұрады. Түсінікті, алдыңғы сабақта қалай болды? Алдыңғы сабақта барлығы мейлсіз тек қана общий доступта тұрды. Егер басқа адам жазса, бірінші Алматы жазса Алматы болады, екінші адам жазса өзі Астана өзгеріп кетеді. Мына жағдайда өзгермейді, өйткені әрқайсысы өзінің email почтасымен сақталады. Енді ары қарай, енді осы почтамен кіргеннен кейін, егер Тесламен кірсе, Тесланың информациясын алу керек, Васямен кірсе, Васяның информациясын алу керек. Соны ары қарай не істейміз, жалғастырамыз, е? Логинға кіргеннен кейін, логинда ол Tesla болып кіреді. Енді бұлай, скрин логинға кіреміз да, бізге логинға кіріп жатқан кезде, Firebase-ден біз, email арқылы аламыз информация, значит, бізге email не істеу керек, сақтап алу керек. Логинда жасалып жатқанда да. Осы жақта біз телефонның база данлығын қолданамыз. Бір экраннан екінші экранға информацияны жібере алмаймыз, сол үшін біз local storage деген база данлықты қолданамыз. Осы local storage деген. Сол бағана мен өтпей қалды десем, ана жазған анаяққа. Не болған? Өтпей қалды да. Сен анаяққа басқан екен, анаяқта табылмай қалды ма информация? Сол күйі баяқсы тұрды жазған. Қазір енді localмен қазір өзгертеміз. Localмен save дейміз да. Так, құпия сөз қате демейміз. Мына жерде егер дұрыс кіретін болса, localға save деп, login emailді аламыз да. Кейға сол email, valueға email жазамыз, кейға email деп жазамыз. Осы emailмен адамның email сақтап аламыз, local storageға. Енді профайлға кіргенде, профайлға кіреміз. Осында кірген кезде, ең алғашқыда, Insta link, WhatsApp link дегендер мұнда тұр екен. Так, бәрін үстіне көтеріп қояйық. Енді осы жақта ол әр информацияны фон туда-сюда деп алады ғой. Яқтан local storage дейміз де, get дейміз. Get дейміз де. Басында ашылған кезде осылай get дейміз де. Мына жаққа email деп аламыз. Осын value-ны аламыз. Value-ны алып болғаннан кейін. Так, get value дейді. Так, осы жерде енді қалай аламыз, соны тексеріп көру керек. Email-мен алдық. Енді get деп мынаның ішіне саламыз. Оған текст дейміз де, мына жерге join дейміз де. Мына жерге бізге бір variable ашу керек. Анау, нені ашатын? Email-ді сақтап алатын. Email-дар. Email-ді сақтап алады, потом сол email барлық жақта қолданамыз. Email деген бір variable сақтап алайық. Потом сол variable-ды аламыз да. Так, set email дейміз да, осыған value-ді беріп жүреміз. Value-ді бермей тұрып, біздің email-дарымыз қалай жазылған? Authentication-ы біздің email точка арқылы жазылған ғой. Базадан ол бізде
қандай болып кетеді? Тире арқылы жазылады, иә? Өйткені мына жақта точкамен сақтауға болмайды. Сол үшін мына жақта email-ді алып жатқан кезде мынау ғой бізде email value деген. Осыны сразу не істейміз? Replace жасап аламыз. Мына жерге Нүктені точкаға ма? иә, нүктені мына жерге барып in-text дейміз да, мына жерде нүктені сразу тиреге ауыстырып, оны app email-ға сақтадық. Енді app email-ді алып мына жерде бұлай осыны қолданып key дейміз да, мына жерде бұлай дейміз да, мына жерге тағы бір keyді қоямыз да, мына жерге name деп жазайық. Осы жерде бізде адамның атын алу керек бұл. Қалған информацияны пока удалить ете салайын қазір. Тек қана адам атын алып үйренейік бірінші. Иә? Иә. Адам атын алып үйренеміз. Так, мынау былай тұра берсін. Email-ді алдық. Ана local storage. Local storage деген бұл телефонда сақталатын база данных. Real time деген ол серверде сақталатын, интернетте сақталатын база данных, иә? Енді email-ді алдық та, осыны app-ға теңестірдік. App-дан екеуін сразу ауыстырып алдық та, потом app осыны name-ін алады да, name-ге қояды. Давай, осыны тексеріп көрейік. Так, tesla.gmail.com, давай tesla.gmail.com деп кіреміз. tesla.gmail.com 1-2-3-4-5-6. О, Tesla өзгерді. Иә, алды. Болды. Енді дұрыс екен. Енді ары қарай осылай жалғастырамыз. Мынаны не істейміз? Аламыз да, copy paste жасаймыз, дубликат жасаймыз, мұнда қоямыз да. Мына жерде name емес, енді нені аламыз? City аламыз. City. Фондын асықпай кетеді. Алып, асықпай бәрін алып кете беруге болады, иә? Мына жерге енді username-ға өзгермейді, label City-ға өзгереді. Бізде қандай бар? Менде мынау бар. Аты жөн, телефоны, City бар, хобби жазылмаған екен менде, хобби. Так, мынау асыға кетіп қалған кезде нерде хобби сиятын сияқты ғой. Былай бейді. О, text input тұқтым ғой мен. Label'ды қойайын. Қойымсыз. Мен хобби label'ды қойып алайын. Label City емес, label атын өзгертуді есімізде, иә? Нәтиже қателесіп қаламыз. Жерге хобби деп қойып. Адам атын алдым, City'ді алдым, мынаны дубликат жасаймын да. Хоббиді алдым. City, хобби алдық, name алдық. Телефонды алдық. По порядку алу керек. Адам аты. Мына жерде дизайнда қалай тұр, солай алған. Қайсыда алдыңғы сабақтың видеосы бар ма? Алдыңғы сабақтың видеосы бар, иә? Оны әлі салмадым ба? Оны бүгін салам. Салсаңыз, бір соңғы жағынан бір нәрсе көруім керек. Все, бүгін салам. Так, адамның атын алдық, мына name-ді алдық, телефонды алдық, City-ді алдық, хоббиді алдық. Бәрін алып болғаннан кейін ары қарай уже Instagram, туда-сюда дегендерді ала саламыз, иә? Давай осы төртеуін тексерейік. Так, мен Вася болып көремін енді. Міне Вася ады алды, телефон алды, мына жерде хоббиді алды. Мына телефонда әдемірек көрінеді ғой, мына жерде просто осындай болып тұр. Иә. Так. Болды. Мен қандай инстаны аламын да, оны image инстаға қоймайым. Баттын. Баттын инста деген қойды менкі. Мынау емес пе менкі? Баттын инста. Дұрыс қой. Инстаграмды артықымен бұлай қоймайды екен ғой. Инстаграмды артықымен неге қояды екен ғой? Лейблға теңестіреді екен ғой. Бұлай қоям. Инстаграмда да менде мынандай баттын.
Аламын да, мынаған былай қоямын да, мына инсталинк деймін. Инстаграм, ВКонтактеде осылай жасап шыға. ВКонтакте и WhatsApp. ВКонтакте дейді, мына жерде ВК-ға босып қойып шығамын. Не үшін апп-ға теңестірем? Мына жерде мен текст өзгертемін, мына жақта апп-ға теңестірем. Не үшін? Соны басқаны кіру үшін бе? Өйткені оны инсталинкқа value теңеседі ғой. Одан кейін ол барады да, инсталинк не болады мына жақта? Инсталинк мына жаққа келеді. Уже мынау инстаграмның путімен мынау екеуі бір-біріне join болып қосылады да, баттың басығанда open link деп осы екеуі бірге ашылады. Onun için variable'ға теңестіру керек, WhatsApp-қа теңестіру керек, ВКонтакте теңестіру керек. Так, давай, тағы бір рет тексеріп көрейік. tesla.gmail.com 1-2-3-4-5-6 логин дейміз. Бәрі өзгерді. Так, Tesla өзгерді, мамам өзгерді. Бірақ менде Instagram мынау өзгерді да. Бірақ Instagramның мына жерде баттындарды да лейблді теңестірем, потом тексті да өзгерте салайын қазір. Мына жерге келемін да, баттан Insta дегенде текстін былай өзгерте салайын. Мынаны дубликат жасап, мына жерде баттан ВКонтакте дегенде өзгерте салайын, баттан ВКонтактенікін. Соңында мына прогрессті өшіру керек бізді. Прогресс өшпей қапты. Менде өшпей қапты. Айналып тұрған прогресс бар ғой, мына loading деген. Осыны set visible қандай қылам? True қылам ба, false қылам ба? False қылам, өшіп қалу үшін, иә? Өшіп қалу керек. False қылам, өшіп қалу үшін. Tesla дейінде, gmail.com дейінде, 1-2-4-5-6 дейінде, логинді кірем. Өзгерді. Барлығын жазды, Tesla деп барлығын жасап шықты. Аны өзгертуді бассаң осылай болады. Так, қайттан шығып кету оңай ма? Ау? Бетіна сесалға болатын жерде, ана қайттан бәк қылып. Мына жерге, мына жерге, баттың қойға болады, обратно қайтаратындай қылып. Ондай қойық па? Осында жақсы болған жер мүмкін байқалса біреулердің басылып кетсе тағы. Басылады да, потом қайтадан басынан кіріп жүру керек ол, неудобно, Қазір онда наны былай істейміз. Central vertical дейміз, central top дейміз. Топ десек үстіге қайтады. Мына баттынды мына жаққа қоямыз да, қалғандан асқа сүріміз керек, Онда бізге мына жерге бір не істеу керек? Layout салу керек. Өйткені мыналар бөлек болу керек, мыналар бөлек болу керек. Онда бір row саламыз мына жерге. Осы қалған бүкіл заттардың барлығын row-ға салып шығамыз. Бәрін выделить етуге болмай ма? Болмайды екен. Бәрін row-ға салып шығамыз енді былай. Атқа. Row емес column екен ғой. Row деген былай. Шетке келеді екен. Row кешірсің керек емессің бізге. Columnға бірінші адам атын саламыз. Фонды саламыз. CD-де саламыз. Контактini саламыз. Row былай тұрды. Мына баттынға былай сынақ қоя салайық пока что, Text color қара қыламыз. Немесе back деп жазып қоямыз, назад деген сияқты. Бұны біз енді не істеу керек? Так, скринда барамыз да, топ дейміз да, мына horizontal center демейміз, left дейміз. Бұлай тұрады. Мұна өзі бөлек тұрады, мұна өйткені row-ға, колумн полностью жаулап алды да, бұныкі бөлек, мұнанкі бұлай артқа, солға қайтару үшін осының экранның
настройкасына кіреміз да, экранда вертикалды топ дейміз, үстіге көтеру үшін, left дейміз, солға бару үшін. Так, back дейміз да. Енді мына жерде button back клик жасалған кезде navigate емес. Артқа қайтара салатын қаншысы бар? Navigate па не? Просто go back дейтін жоқ па? Бізде метод. Тек navigate to. Navigate to ғана, я? Сөйтем оны. Navigate to деп қайта басамыз. Оборотно қайтарамыз, да? Жоқ, қайтара саламыз, я? Негізі go back дейтін болу керек. Деген болмаса, біз navigate to profile десек, ол emailді алады да, нормально болады екен. Тексеріп көреміз. Бір функцияны енгізгеннен кейін, оны тексеру керек. Басқа жаңа функция енгізбей тұрып та, өйткені қателерін таппай қалуы мүмкін. Біз мынаны басып, өзгертпей тұрсыз, backке басқан кезде алатындай жасадық, я? Дұрыс деп жатыр, я? Енді қара. Әр адам енгізген кезде, мысалы, сен өзіңкін информацияны енгізесің, сен туралы профайл шығады. Басқасы енгізесің, басқа профайлдар шығады да. Енді бізде бір жерде, мысалы, мына жерде сен өзіңкін енгіздің. Что ол? Енді біз өзіміздің достарымызды көргіміз келеді ғой, достарымыз туралы информацияны. Оны көріміз керек. Оны қалай істесек болады? Оны былай істесек болады. Мына жер астына меню енгіземіз. Бірінші менюда сенің профайлың тұрады. Ана Инстаграмда астына меню тұрады ғой. Сондай, бірінші менюда сенің профайлың тұрады, екінші менюда сенің достарың тұрады, үшінші менюда там басқа бір нәрсе енгізе береміз, я? Сондай меню енгізейік. Ондай меню деген бізде аты bottom navigation. Мына bottom tab navigation. Так, осыны алып, бұлай енгіземіз. Так, бұлай енгіземіз. Қазір. Профайл етті. Bottom'ды алып, мына жерге қоямыз. Мына жерге қоямыз. Мұнда кеп, бұлай, логиннан кейін астына қоямыз. Енді, бұда бізде bottom tab navigation'дерде home, about, contact, settings деген нелер шығады. Окнолар бар да. Бізге мұна по порядку тұрады. Бірінші home тұрады, потом about тұрады, бар contact тұрады. Бізде үш қана меню жетеді. Сол үшін біз үшеуін ғана қалдырамыз. Ең бастапқыда bottomнан кейін ең неде бастапқыда не тұру керек? Screen profile тұру керек. Бірінші менюда, bottomда, я? Сол үшін screen profile әкелеміз да, bottomның ішіне ең алғашқы сап қоямыз бұлай. Түсінікті ғой? Сен неңді қос қойш, түсінбесең сұрап отырасың. Жарай ма? Өшіп тұрған ұмып кетіппін ғой. Сөйлеп жатыр. Жақсы, мен де естімей жатырмын. Міне, түсініп жатсың ғой, bottomды әкеп қойдық. Одан кейін bottomды бірінші ашылу керек меню бізде профайл ғой, сол үшін бірінші профайл тұрады. Екіншісінен не тұрады, уже home тұрады. Home'да уже бізде home емес, біздің атын өзгертейік та friends деп жазып қояйық. Достардың нелерін көреміз. Информациялар достарын туралы, я? About friends дейміз. About'тан керек емес шығар, я? About деген керек емес, about'қа может кейін болашақта проекттің бір басқа бір окошко қосамыз, оған settings салайық, настройка деген сияқты. Так, енді да тексеріп көрейік. Бізде астында меню шығып тұру керек. Былай өзіміз көреміз, gmail.com деп 1 2 4 5 6 логинді басқаннан кейін міне screen profile'да өзіміз шығады, friends'те басқалар шығады, settings'те басқалар шығады. Так, screen profile сурет жоқ, screen profile суретіне кіреміз. Friends'ті көрдік та, friends'тің міне
Tap navigation дегенде friends мына tap navigation'ның иконкасы мына осылай жазып тұрады. Енді screen profile'a кіреміз де tap navigation title деп тұрады. Мына tap активнерде бізде иконка жоқ. Көрдің бе? Осы иконканы давай табамыз енді. Profile icon деп іздеп көреміз. Қайсыны қоямыз? Мынаны қоямыз ба? Мынаны қоямыз ба? Барлығында қара болғаннан кейін әдемі, ә? Ой, мынау үлкен екен. Үлкен Мынауды 50, 60, 100 деген жоқ па? 100 деп жазайық, ә? Кішкентай ол. Жоқ болмай қалады екен. Кішкентай ма? Мынаны боламыз ладно. Мына 500-де 500 екен. Мынаны көрейік. Ой, 1000-да 1000. 50-де көрсеңші. Сайызға icon деп кішкентай қылып іздейік. Icon деп іздедік қой осылай. Мынау болады. Осын қоя салайық, ә? Болды. Copy image адрес дейміз да. Прозрачный қойыңыз, прозрачный. Прозрачный. Как раз PNG ол прозрачный. Так, енді тексеріп көреміз тағы бір рет. gmail.com 12456 логин. Шықты. Screen profile. О, screen profile емес. Screen profile деген адам мындай несі аты ұзақ. Profile деп жазайық та. Screen ұмытып. Screen profile екен түсінікті, е? Так, friends дейді. Енді friends'ке кіреміз. Friends'ке кіргеннен кейін мақта бізде friends'тің несі тұру керек? Списігі тұру керек. Ол списікті қайдан алады? Ол списікті бізде мына жақтан алу керек. Мына мысалы Вася, Теса деген бүкіл адамдардың списігі осылай тұрады былай. По порядку тұрады да. Допустим, басқа адамдар енгізсеші, осыларды алу керек енді. Осыларды алып, мына жерде листқа қойып шығу керек. Алдыңғы сабақта сен жасадың ғой листті. Соның технологиясын қолданамыз енді. Data viewer list деген бар. List viewer деген бар екен, е? List viewer деген енгіземіз. Маяқта list viewer енгізіп, when click емес. Так. Так, when screen қайда біз screen, friends. When friends open жасаған кезде листтің несін қалай жасайды? Листқа қалай заттарды қояды? Set items деп қоямыз ба? Set дегенде, set деген сонда мағынасын қайғай? Set өзгерту. Өзгерту деген бер. Friends'ке басып, лист деп мына жерге бірінші былай тексеріп көрейік. Ішінен friend 1, friend 2 деп. Мына жерде мынау не дейді ғой? Random item дейді, length of дейді. In list дейді. Жарайды. Мына жерге біз текст қойып шығайық. 1, 2, 3, 4 дегендерді біз текстпен жазу. Адам аттар ғой. Дубликат дейміз да. Басында просто friend 1, friend 2, friend 3 деп просто список жасап шығамыз. Осы спискті тексереміз. Жай тексеру үшін ғана. Так, профайлды шықты. Friends'ке кіреміз. Мына шықты. Friend 1, friend 2, friend 3 шықты. Пока давай бүгінге осы онда. Мен мынаны